Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді, шарық ұсап, үрленіп пісетін бауырсақтың рецебімен бөліскім кеп тұр. Ортасын көрсетейін сіздерге. Өзіме ұнайтын рецепт, сіздер де осы бойынша жасап көріңіздер. Рецепттағы барлық ингредиенттерді осы видеоның астына жазып кететін боламын. Бізге ең алдымен жылы сүт, сұйық май, тұз, қант, ашытқы және жылы суымызды құйып, жақсылап араластырып, пищевой пленкамен бетін жабамыз, немесе жаңағы целлофанмен жауып қойсаңыздар да болады. Енді жылы жерге 15-20 минутқа қойып қоямыз. Міне бізде 15-20 минуттай уақыт өтті. Көріп тұрғандарыңыздай жақсы көтерілген. Егер бұндай көпіршіктер болмаса, онда біздің бауырсағымыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін, көтерілмей қалады. Енді дайындап қойған ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны жылы жерге 40 минут 1 сағатқа жаңағы бетін пищевой пленкамен жауып қойып қоямыз. Міне менің қамырым жақсы көтерілді. 1 сағаттай уақытқа қойып қойдым. Енді мен бұны екіге бөліп, жаңағы жаюға оңай болу үшін екіге бөліп жаятын боламын. Қамырдың қалыңдығын мен 7-8 мм-дай қылдырып алдым. Әркім әртүрлі қалыңдықты жақсы көргендіктен өздеріңіздің қалауларыңызға қарай жайсаңыздар болады. Мен формасын домалақ қылдырып алдым. Енді осының бәрін кесіп алғаннан кейін тағы да орамалмен бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз тағы да бауырсақтарымыз көтерілгенше. Сол кезде жаңағы үрленіп күшті пісатын болады. Майды алдын ала қыздырып қойдым. Негізі осындай шұңқыр болған дұрыс, жаңағы пісіратын ыдысымыз, бауырсақтарымыз батып пысқана дұрыс ішінде. Сол кезде көтеріліп жақсы пісады. Ал егер жай табақ болса, онда дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Енді бауырсақтарымыздың екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз.